Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі сабағымызда біз Балбырауын күйінің екінші бөлімін үйренетін боламыз. Алдыңғы сабақтарымызда біз Балбырауын күйінің бірінші бөлімін, яғни 14 қатарын үйрендік. Бүгін 15-ші қатары бізде 9-да 10 деген пернелермен басталады екен. Қағысы сол көпке есетін қағысымыз төмен жоғары қағыс. Бұл жерде де сол ойналады. Келесі бізде 9-да 10 және біздің қағысымыз 5 рет, және оның 5-шісі 10-да 10-ға ауысамыз. Яғни астыңғы шекте екінші саусақпен 10-да 10-ға 5-ші саусақ жоғарыда ауысамыз. Келесі бізде 10-да 12. Астында 12 4-ші саусақпен, үстінде 10 бас бармақпен тұра береді. Және осы жерде біз 15 қағыс қабуымыз керек, яғни 5 қағыстан қағысымыз, және ең соңғы қағысымыз ашық болады. 12-де 0. 1, 2, 3. Байқаңдарыңызда ең соңғы қағысты біз аштық үстін. Және келесі 12-де 9. Бұл біздің 16-ші қатарымыз. Яғни тура мына жерде 7-де 4-ті ұстаған сияқты 12-де 9-ды мына бірінші саусақпен ұстаймыз. Және осы жерде қағыс қағамыз 5 қағыс, және соның 5-шісі ашық болады. Келесі 12-де 10. Бұл жерде де дәл сондай 5 қағыс, 5-шісі ашық. Келесі бізде 17-ші қатарымыз. Қайтадан 12-де 9-ға келеміз. Тағы да 5 қағыс қайталаймыз. Ашық. Және 12-де 10. Қайтадан. Келесі бізде 9-да тұрамыз, 5 қағыс қағамыз, бірақ соңғысын ашық 0 емес 10 болады. Яғни бізде 5-ші қағысымыз 10-ға ауысамыз, бірінші саусақпен кеттік. Және келесі бізде 12-де 12. Яғни астында 4-ші саусақпен, үстінде 3-ші саусақпен 12-де 12-ні басамыз. Және бұл жерде де 5 қағыс, 5-шісі ашық. Бұл біздің 18-ші қатарымыз. Келесі қайтадан 9-да 12. 5-ші қағыс ашық. Және қайтадан 10. Бұл біздің 18-ші қатарымыз болатын. Бізде келесі 19-ші қатарымыз қайтадан үстіңгі шек бас бармаққа ауысады. Яғни 10-ды бас бармақпен ұстаймыз. Астында 12-ні 4-ші саусақпен ұстаймыз. Және осы жерде алмай кетсек 4 қағыс ойнаймыз. Ол бізде төмен жоғары. Келесі бізде 12-де 10-да тағы да төмен қағыс қағамыз. Және төмен қағыс қағамыз. Және 9-да 10-ға келеміз. Осы жерде бізде жоғары қағыс. Және келесі бізде байқасаңыздар лига кездесіп тұр. Және келесі 10-ға лига жасаймыз. Және 12-де 10 қайтадан төмен жоғары. Келесі бізде 0-де 0 ашық. Яғни 12-де 12 бас бармақ және 2-ші саусақпен түсеміз. Төмен жоғары. Келесі 20-ші қатарымыз. Ол бізде 12-де 10-ға қайтадан шығамыз. Және лиганы қайталаймыз. Осы лиганы тағы да көрсетейін. 12, 9, 10-ға ауыстым, бірақ қағыс қаққан жоқпын. Және төмен жоғары. Келесі қайтадан ашық. Және 14-те 12. Үсті 12, астыңғы шек 14, 4-ші саусақпен төмен жоғары. Келесі қайтадан 12-де 10-ға шығамыз. Лига. Келесі қайтадан ашық. 12-де 12 төмен жоғары. Және бізде бұл жерде енді лига емес, алмай кетсек қағыстармен 12-де 10, 10-да 10 жоғары, 9-да 10 төмен, 10-да 10 қайтадан жоғары, және 12-де 10 төмен жоғары. Яғни шығамыз, және қайтадан түсеміз. Келесі бізде ашық 2 рет, 0, және 17. Тек астыңғы шекте 4-ші саусақпен 17-ні табамыз. Бізде 19 перне болса, 19, 18, 17 деп санай сақ болады.
ast жағынан. Төбе үстіңгі жағынан түспей, астыңғы жағынан санайсақ болады. 17. Яғни үсті ашық. Төмен жоғары 2 рет. Ya. Келесі бізде ол 16. 16'ga түсеміз. Тек астыңғы шектерде 16, 14 жоғары, 12 төмен бірінші созақпен, және 14 қайтадан жоғары екінші созақпен, және 16 төмен жоғары 2 рет. Және келесі шығамыз 14-те 12 уже үсті қосады. Бас бармақпен 12-ші пернеге және асты 14-ші перне. Төмен 12-де 12 жоғары, 10-да 12 төмен, 12-де 12 жоғары, және 14-де 12 қайтадан төмен жоғары. Дәл осылай шығамыз тағы да 12-де 10 осыны тура қайталаймыз. Алма кезек қағыстармен 12, 10-да 10, 9-да 10 төмен, 10-да 10 жоғары, 12-де 10 төмен жоғары 2 рет. Және келесі бізде 10-да 9. Яғни 10-да астыңғы шекте 3-ші созақпен ұстаймыз, үстінде 9-ды бас бармақпен ұстаймыз. Және төмен 9-да 9 жоғары, 7-де 9 төмен, 9-да 9 жоғары, және 10-да 10 төмен жоғары. Келесі 9-да 7-ге шығамыз. Төмен, 7-де 7 жоғары, 5-де 7 төмен, және 7-де 7 қайтадан жоғары, және 9-да 7. Және 7-де 5-ге шығамыз. Бұл біздің 7-де 5, және астында 4-ші созақ, үстінде бас бармақ. Дәл барлығын қайталаймыз, бірақ пернелердің орны ауысатын болады. 7, 5, 4, 5, 7, 7. Бұл бізде 23-ші қатарымыз болатын. Келесі бізде 24-ші қатарымыз. 2-ге келеміз. Бұл біздің бірінші бөлімімізде қайталанған бөлігі. Соның жағында 2 төмен жоғары, және 4-те 5 төмен жоғары. Және 5 лига. 5, 5, 4-те 5 төмен, 2 жоғары, 4-те төмен жоғары. Және 5 лига. 5-те 5, 4, 2, 4, 5 лига. 5. Енді келесінде біз 5-те 5 емес, 5-те 7-ні ұстаймыз. 4-ші созақпен жоғары, төмен, және 2, 4-те 5, 2 рет. 5 лига. 5, 5-те 5, 4, 2, 4, 4. Және келесі бізде үстіңгі шектің 7. Яғни бас бармақпен төмен жоғары. Және астында 10. Келесі бұл біздің 27-ші қатарымыз. Астында 10, үстінде 7 бас бармақпен тұра береді. Төмен жоғары. Келесі 9, 7, 5, 7, 9, 9, 7, 5, 4, 5, 7, 7. Үстінде тұра береді. Тек астыңғы шектермен ғана жылжитын боламыз. Келесі бізде 2, үстін бар. Төмен жоғары 2 рет. 4-те 5 төмен жоғары. Келесі бізде 4-те 4. Яғни астыңғы шекте 4, 2 созақпен, үстіңгі шекте бас бармақпен аламыз, төмен жоғары. Және 2-де 4, үсті бас бармақпен 2, үстіңгі шек яғни, асты 4, 4-ші созақпен 4-ші перне. Төмен, төмен 2 рет. Және 2-де 2 жоғары, және ашық 0-ден 0. Үстіңгі шек 5 төмен жоғары, және біздің 5 қағысымыз. Және 1 қағыс төмен. Осымен біздің екінші бөліміміз өзін аяқталады. Бұл екінші бөлімде де бізде 14 қатар, яғни бірінші және екінші бөлімді қосқанда бізде 28 қатар болады екен.